Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен қашықтан оқыту сабағын бастаймыз. Мен Түкетаева Мансия Жұмабекқызы, Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Жаңашар ауылы Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі біздің өтілетін сабағымыз 9-шы сыныбындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша. Оқулық қазақ тілі мен әдебиеті оқулығы мектеп баспасы. Сабағымыздың оқу мақсаттары: әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну. Орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген тұрмыстық әлеуметтік қоғамдық мәселені анықтап, өз пікірін білдіру. Жетістік критерийлері: көтерілген мәселені анықтайды, мәтінді түсінеді, әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында сөздердің мағынасын түсінеді, көтерілген мәселе туралы пікірін білдіреді. Олай болса, оқушылар, сабағымызды бастайық. Тыңдалым алды тапсырмасы. Адам басты байлық дегенді қалай түсінесіңдер? Бұл жерде қандай мәселе туралы сөз болады? Енді жетістік критерий көтерілген мәселені анықтайды. Дескриптор сөйлемге қатысты ойын таразылайды, сұрақпен сабақтастырып жазады. Олай болса, балалар, сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Сіздер осы сұрақ аясында ойларыңызды жазыңыздар. Ендеше, бүгінгі сабақтың тақырыбы демография деген не? Сіздерден 157-ші бетті ашуды сұраймын. Қазір біз тыңдалым тапсырмасын жүзеге асырамыз. Жетістік критерий мәтінді түсінеді. Дескриптор мәтінді тыңдайды, сұрақтарға жауап береді. Ендеше, балалар, бәріміз тыңдалым мәтінін мұқият тыңдайық. Адам біздің ғаламшарымыздың басты байлығы. Адамзат факторының қоғам өмірінің барлық саласындағы алатын орны аса маңызды. Сол себепті оны зерттеп білудің де маңызы зор. Халық қоғамның негізгі өндіріш күші және барлық игіліктің басты тұтынушысы. Халықтың өсуі биологиялық процестер, туу, өлу, табиғи өсу жиынтығы. Адамзаттың үздіксіз жаңарып, ауысып отыруын қамтамасыз ететін туу мен өлу және табиғи көрсеткіштердің жиынтығын халықтың ұдайы өсуі деп атайды. Халықтың құрамын, оның ұдайы өсуін, олардың арасындағы айырмашылықтарды білу өте маңызды. Оны қоғамдық және жаратылыстану ғылымдары зерттейді. Осылардың ішінде демография ерекше орын алады. Демография гректің демос – халық, графо – жазу, сипаттау деген сөздерінен шыққан. Мәтінді тыңдап болдық. Ендігі кезекте тыңдалым соңғы тапсырмасын орындаймыз. Ол үшін сіздер төмендегі сұрақтарға жауап бересіздер. Ғаламшардың басты байлығы не? Оны зерттеудің маңызы неде? Демография сөзінің мағынасын қалай түсіндің? Бұл ғылым қаншалықты маңызды деп ойлайсың? Егер осы сұрақтарға жауап берсеңіздер, келесі тапсырмаға өтеміз. Келесі тапсырма бестік әдісі деп аталады. Жетістік критерийі әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясындағы сөздердің мағынасын түсінеді. Дескриптор мәтін бойынша
бір тірек сөз жазады. Сол тірек сөзбен сөз тіркесін құрады. Сол сөз тіркесін пайдалана отырып, сөйлем құрайды. Сол сөйлемге сұрақ қояды. Тірек сөзге синоним болатын сөзді табады. Бұл тапсырманы орындау үшін сіздерге осындай графикалық органайзерді пайдалануға кеңес береміз. Егер бестік әдісі бойынша тапсырманы орындап болсаңыздар, келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырма бойынша біздер Попс формуласын құрастырамыз. Ол үшін халық санағын жүргізу өте маңызды ма деген сұраққа жауап беріп, өздеріміздің пікірімізді білдіреміз. Попс формуласын жазу үшін бірінші сөйлемді менің ойымша деп бастайсыздар. Және өз ойларыңызды білдіресіздер, жазасыздар. Екінші сөйлем. Себебі мен оны былай түсіндіремін деп, бірінші сөйлемдегі ойларыңыздың себебін жазасыздар. Келесі кезекте үшінші сөйлем. Үшінші сөйлемде фактілерді, мысалдарды келтіре отырып, ойларыңызды дәлелдейсіздер. Және соңғы сөйлем, осыған байланысты қандай қорытынды шешімге келгеніңізді жазасыздар. Егер Попс формуласын құрастырып болсаңыздар, онда сабақ бойынша кері байланыс бересіздер. Ол үшін төмендегі сөйлемдерді толықтырып жазасыздар. Бүгін сабақта мен нені түсіндім? Нені түсінгендеріңізді жазасыздар. Екінші сөйлем, қандай мәселе қиындық тудырғаны туралы жазасыздар. Үшінші сөйлем, өздеріңізді не үшін мақтар едіңіздер, соны жазасыздар. Төртінші сөйлем, сіздерге ерекше ұнаған нәрсені жазасыздар. Және ең соңғы сөйлем, сабақтан соң маған осындай ой келді деп ойларыңызды жазасыздар. Назарларыңызға рахмет. Осы қашықтан оқыту сабағының тапсырмаларын орындалуын сіздерден WhatsApp платформасына дәптерлеріңізді суретке түсіріп жіберулеріңізді сұраймыз. Және де сіздерге үй тапсырмасы беріледі. Үйге осы оқулықтағы 158 беттің 5-ші тапсырмасын орындау ұсынылады. Бұл тапсырманың орындалуын сіздер күнделік KZ платформасындағы арнайы бөлімшеге жүктеулеріңіз сұралады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.